Баршаңызға сәлем достар, каналға қош келдіңіздер. Сіздердің сұраныстарыңыз бойынша бүгінгі түс жоруымыз аналарымызға арналады. Егер де видеомыз ұнаса, каналға жазылып, лайк басып, бізді қолдап қойыңыздар. Түс жору жайлы сұрақтарыңыз болса, экранда көрсетілген Instagram парақшасына жазыңыздар. Түсіңізде қайтыс болған анаңыздың тірі жүргенін көрсеңіз, бір жақсылық болатындығының белгісі. Түсіңізде қайтыс болған анаңыз үйге келіп күлімсіреп тұрса, үйіңіз бен балаларыңызға береке келетіндігінің белгісі. Түсіңізде қайтыс болған анаңыз сізді құшақтаса, жасыңыздың ұзақ болатындығына ишара. Тұрмысқа шыққан әйел түсінде қайтыс болған анасын көрсе, күйеуінің оған қарым-қатынасы жақсы екендігін және әйел бақытты екендігін білдіреді. Түсіңізде қайтыс болған анаңыздың ауырып жатқанын көрсеңіз, сіздің отбасыңызда қиыншылықтар болып жатқандығын білдіреді. Түсіңізде қайтыс болған анаңыздың жылап жатқанын көрсеңіз, сізге бір қиыншылық келетіндігінің белгісі. Түсіңізде қайтыс болған анаңыздың сізді қайтадан дүниеге әкеліп жатқанын көрсеңіз, жақсылықтың белгісі. Түсіңізде қайтыс болған анаңыздың қайғырып жүргенін көрсеңіз, ол біреуге қарыз екендігін және сол қарызды төлесін дегенді білдіреді. Ал егер қарызы болмаса, туғаныңызға мұқтаж екендігіне ишара. Түсіңізде қайтыс болған анаңыздың қайғырып жүргенін көрсеңіз, анаңызды қатты ойлағаннан сізге сондай жағдайда түсіңізге кіруі мүмкін. Түсіңізде анаңыздың сізбен сөйлесіп жатқанын көрсеңіз, жақсы хабар келетіндігіне ишара. Түсіңізде қайтыс болған анаңыздың бір адамның үйінде қонақта отырғанын көрсеңіз, сізге береке келетіндігінің белгісі. Достар, осымен түс жоруға арналған шығарылымымыз аяқталды. Егер де менің видеом ұнаған болса, лайк басып комментарий қалдырыңыздар. Және де подписаться бөлін басып, қоңырауды басуды ұмытпаңыздар.